Сәлем достар, бүгін өте керемет дәмді тамақ дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне біз алдымен гарнирімізді дайындайтын боламыз. Морковь салдық, күріш салдық және суын құйып, отқа қойып қоямыз. Подливке бізге пиязды қуырамыз, етті салдық, қуырамыз, чеснок саламыз және 2 қасық соевый соус саламыз. Бірге қуырамыз. Және бұрышымызды, паприкамызды, морковымызды, қалған картошкамызды салып қуырдық, және де перец салдық. Енді ең соңынан суға 1 қасық крахмал салып қуыратын боламыз. Ары қарай күрішімізді саламыз, осындай кесеге ішіне ыдыс салып, дәл осылай тегістеп аударамыз, және ішіне қалған подливімізді салып әсемдейтін боламыз. Қараңыздар, өте керемет, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Дәл осылай ортасына салып, бетіне соусымызды құйып